Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздерге баклажаннан жасалған өте дәмді салаттың рецептін ұсынамын. Бұл салатты жаздың хит салаты деп айтуға да болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен бізге баклажандар қажет болады. Мен 3 баклажанды алып, керек емес жерлерін кесіп тастап, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, кішкене қалыңдау етіп, турап дайындап алдым. Дайын болғаннан кейін тереңдеу ыдысқа салып алып, үстінен баклажандарымыз батып тұратындай етіп толтырып суды құямыз. 1 шай қасық тұз қосып, кішкене араластырып жібердім де осы судың ішінде жарты сағат уақытқа қалдырамыз. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, баклажанның құрамындағы қышқыл дәмі суға шығады. Қазір салат жасау барысында да біздің салатымыз өте дәмді болып шығатын болады. Жарты сағат судың ішінде қалдырдым. Осы арада басқа да салмасын дайындай береміз. Мен 3 осындай орташа көлемдегі қызанақты алып, дөңгелектеп, әдемілеп турап шықтым. Жарты сағаттан соң туралған баклажандарды судан жақсылап сырғытып алатын боламыз. Ыдысыма 2 жұмыртқаны жарып алдым да, үстінен кішкене тұз қосып, дәміне қарай тұзды қоса бересіздер. Шанышқымен жақсылап жұмыртқаны араластырып алдым. Ағы мен сарысын бірге араластырамыз. Алдымен табамызға май құйып, майымызды қыздырып аламыз. Қыздырып болғаннан кейін оттың астын орташа етіп қойып, жаңағы туралған баклажандарды жұмыртқаға малып аламыз да, 2 бетін сарғайтып пісіріп аламыз. Оттың асты тым қатты жай тұратын болса, баклажандарымыз майды өзіне сіңіріп алады да, өте майлы болып кетеді. Ал қатты етіп қоятын болсақ, біздің баклажандарымыз піспей қалуы мүмкін. Сондықтан оттың астын орташа етіп қойып, барлығын дерлік осылайша міне қуырып алдым. Арасына жағатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 тіше чеснок қажет болады. Чеснокты осындай үккіштің майда көзінен екеуінде жақсылап өткізіп алдым. Оның үстінен майонезді қосамыз. Мен шамамен 3 ас қасық көлеміндей майонезді қосып алдым. Енді салмасын жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді жаңағы қуырылған баклажанның үстінен майонез бен чеснок араласқан салмасын жағып шығамын. Және ортасына помидорды қойып, оның беткі бөлігіне тағы майонез жағып, бетіне баклажанды қойып шығамыз. Осымен біздің салатымыз толығымен дайын болып шығады. Дәмі деген өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де 100% ұнайтынына сенімдімін. Достар, сонымен қатар менің каналымда түрлі салаттардың және қысқа арнап жабатын түрлі банкілердің рецепттері бар. Каналыма өтіп, видео бөлімін басып қарасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер сіздерге видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін.